Сәлем, жас түлек. Бүгінгі сізден бірге менің есім Жоламан Назаров. Математикалық сауаттылық пәнінен бүгін сіздерге арифметикалық орта тақырыбын өтетін боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Алдымен сабақтан бастамас бұрын сіздерге жігерлендіру форматында, яғни сіздерге мотивациялық ретінде өзіңізге бір күш қуат беріп кетейін. Алдымен жалпы негізі әр адам өзін кішкентай ғана адам ретінде таныса, бұл әлемде негізі ол өте үлкен күш. Сен өзіңнің үлкен күшіңді тани алу керексің. Өйткені сенің қолыңнан барлығы келеді. Өйткені сенің өзіңнің ішіңдегі потенциалың әрқашан жасырылып тұрады. Менің қолымнан келмейді дейді. Сен бүгінгі сабақты толыққанды қарап шықсаң, математикалық сауаттылықта 100% сен арифметикалық орта тақырыбын шашып тастайсың. Сондықтан сен бүгінгі тақырыпты мұқият қарап шықсаң, азғантай ғана уақытты сабақ, мұқият қарап шықсаң, және менің берген тапсырмаларымды соңына дейін жеткізіп орындасаң, және одан түсінбеген сұрақтарыңа кері байланыс алып отырсаң, онда сен міндетті түрде әдемі нәтиже көрсететін боласың. Олай болатын болса, біз бастайық, сәттілік, бізге Құдай жар болсын. Ал алғаш сабағымыздың түсініктемесі ретінде арифметикалық орта дегеніміз не? Жалпы арифметикалық орта деген сөз бір үлкен сөйлем математикада, бірақ бұл негізі нені түсіндіреді? Бұл жалпы түсіндіретін нәрсесі математиканың ішіндегі орташа мәнді есептеуді ғана түсіндіреді. Жалпы арифметикалық ортаны біз бұрыннан есептеп жүрміз. Мысалға, білесіздер ме сіздер, кафеге бардыңыз, мысалы, достарыңызбен кафеге бардыңыз. И кафеде бір 4 досыңыз бар. Әрқайсыңыз әртүрлі менудан тамақ ішесіз. Әртүрлі аласыз. Мысалы, біріңіз плов аласыз, біріңіз қуырдақ аласыз, біріңіз лагман аласыз, біріңіз паста аласыз. Мысалы, әрқайсыңыз әртүрлі аласыздар, и потом есептесіп болғаннан, тамақ ішіп болғаннан кейін счет әкеледі. Мысалы, есептесу счетін әкеледі біздің даяшылар. Содан не істейді? Сіз қарайсыз счетқа, барлық сумманы тұрады, и сумманы барын аласыз, нешеге бөлесіз? Әрине 4-ке бөлесіз. Сіз 4 адам тамақ іштіңіз деп есептейік. Сіз 4 адам тамақ ішті, 4-ке бөлесіз, шыққан мәнді барлықтарасыз. Біреудің кәсіпбек отына немесе общий счетқа аударасыз. Міне осы нәрсе сізде бұл арифметикалық орта деп аталады. Яғни сіз өзіңіз өмірде қолданып жүрсіз, бірақ сіз оны анау-мынау атамайсыз, өзіңіз қайтып байқай бермейсіз. Осы нәрсені арифметикалық орта дейді. Енді есепте әртүрлі болып келеді, күрделі болып келеді, зат етіп келеді. Оның барын қазір біз сіздермен талқылап қоятын боламыз. Алдымен арифметикалық ортаның формуласын еске түсіріп кетейік. Арифметикалық орта деп жатқанымыз, ол бізде формула бар. Ол арифметикалық орта деп жазылады. Арифметикалық орта деп қысқартып жаза берейін мен. Арифметикалық орта деп қысқартып жаза берейін. Формуласы қандай? Формуласы А1, бірінші адамның ақшасы, А2, екінші адамның жеген ақшасы, А3, үшінші адамның жеген ақшасы деген сияқты. А плюс кете береді адам санына қарай. N адам болады, N адам деп жатқанымыз толық барлық адам. И соны барлық адамның санына бөлесіз, немесе барлық заттың санына бөлесіз. N деп жатқан барлық нәрсенің саны. N. Мысалы сен күнделікті өмірде баға алып жүрсің. Мысалы, бүгін сабақ болды. Сен мысалы математикадан сен бүгін 5 алдың. Физикадан тоже 5 алдың. Потом қазақ тілден сен 4 алдың да? Тілге жоқсың, гуманитар пәнге жоқсың, сөйткен сен физматсың деп қоясың да. Потом арғарай шет тілден өтізінейін деп қоясың да, 4 алдың. Нормально енді. Сөйтіп 4 пән өтті. Енді осы 4 пәннің саған арифметикалық ортасын табу керек деп есептейік. Арифметикалық ортасын қалай табады? Осы 4 пәннің бағаларын қосасың. 5 қосу 4. Енді нешеге бөлесің? 2-ге бөлесің ба? Жоқ. Сен оны 4-ке бөлесің. Не себеп 4-ке бөлесің? Өйткені сен 4 пәннен бағалы. Нормально. 4-ке бөлесің. Все, неше шықты? Есептеп көрейік. 18-ді 4-ке бөлсек, 4,5 деген баға шығып. Яғни сенің бүгінгі алған орташа ұпайың 4,5 деген
баға екен. Яғни осындай нәрселердің барлығы бізде арифметикалық орта деп аталады. Енді мен сіздерге балдар есеп шығарып көрсететін боламын. Есептерді қалай болатынын көрсететін боламын. Жалпы целом әңгімесі осындай. Бәрін қосып бөле салады, солай кете береді. Бірақ есепте дәл солай нақты келе бермейді. Әртүрлі саналуан түрде келеді. Мен соларды сіздерге мысал ретінде әдемілеп көрсететін боламын. Мұқият қара. Ұйықтама. Мұқият қара. Давайте кеттік. Жолжи. Келесі бетке. Бірінші есеп. Күшті. Футбол алаңындағы бір команданың ойыншыларының орташа жасы 24 жас. Бір ойыншы ойыннан шеттеткеннен кейін қалған 10 ойыншының орташа жасы 23 жас болды. Шығып қалған ойыншының жасы нешеде екенін анықтаңыз деп жатыр. Бір командада қанша ойыншы болады, білесіз бе? Біреулер айтады, мен бір командада қанша ойыншы болатынын білмеймін ғой дейді. Иә, ол хитрый есеп. Мына жерге бүйтіп жазып қойыпты. 10 ойыншының деп жазып қойыпты. Түсіріп жіберейін қазір. 10 ойыншының деп жазып қойыпты. 10 ойыншы дейді. Жоқ, 11 ойыншы. Өйткені бір ойыншы сыртқа шығып кетті ғой. Значит, бізде мынандай ұлттар. Какой-то бір 11 адам бар. 11 адам бар. Давайте жазайық. А деген адам, Б деген адам, С, Д, Е, Ф, G, H, К, М, Л деген сияқты осындай адамдар бар. 11 адам. И сол 11 адамның бәрін жасын бөлсек 11-ге, неге 11-ге? Өйткені барлығы 11 адам. Сол кезде менен 24 деген сан шығады екен. Ұғым сондай. Ал егер дейді, бір адам шығып кетті ғой. Бір адам шығып кетті. Енді 10 адам қалды ғой. Сол 10 адамның жастарының қосындысы дейді, жастарын қосып дейді, қосып барып дейді, бөлсек дейді. Нешеге бөледі деп ойлайсыз? 11-ге ма? Жоқ. 11-ге емес. 11-ге бөлмейді, 10-ға бөледі. Неге 10-ға бөледі? Өйткені 10 адам қалды ғой. Сол кезде 23 деген сан шығады екен. Вот не, әңгіме осы жерде ғой. Енді қараңыз. Сонда мен математикалық тұрғыда мен тұрамда 11-ді аламда 24-ге қарай көбейтіп жіберемін. 11-ге не көбейтіп жіберемін? Өйткені барлық 11 ойыншының жасын қосқан кезде қандай сан шығады, соны білуім керекпін. Бәрін көбейтіп жіберсек, мысалға мен қазір көбейтіп жіберетін болсам, қанша шығады? Давайте мен бүйтіп калькулятор ашып алайын, яқтан бірінші алдымен. Да, мен калькулятор ашып алайын мына жерден. Ну, давайте. Калькулятор аштым. Мен, мынау не олай қалды, қазір күте тұрыңыздар. Ну, это мынау былай болсын. Наха. Мынаны десе. Ашып жіберейік. Иә. Так, 24-ті көбейте салам 11-ге. Енді көбейте алмайды деп ойламаңыз, просто мына жерде маған қаншама жарық зат түсіп жатыр, сол себепті мен қатты көбейтуге дайын емеспін. 264 болады. Яғни мына 11 ойыншының жастарын қосқанда 264 шығады. Ал 23-ті 10-ға көбейтіп жіберсек, неше шығады? 230 шығады. Сонда 11 ойыншы болған кезде барлық адамның жасы 264. Ол ойыншы шығып кетті. Шығып кеткеннен кейін 10 штук ойыншы қалды. 10 штук ойыншы қалды. Олардың жастарының қосындысы 230. Сонда шығып кеткен адамның жасы нешеде? Әрине, 34-те. 34-те. Неге 34-те? Өйткені 264-те 230-ға түсу үшін 34 записың ба? Сонда 264 азайту 230, шығып кеткен адамның жасы 34-те. Қалай ба? Нормально кетіп отыр ма? Нормально кетіп отыр сәсті, нормально кетпеу керек негізі ол деген. Мүмкін емес ол нормально кетпеу да, нормально кетпеу мүмкін емес ол. Нормально, пойди, нормально. Так, бұна бүйтіп сұра алмай жатырмын, қалай болып кетеді, міне. Нормально. Не кеттік арқарай. Екінші сеп. Сыныптағы 8 ұлдың орташа бойы дейді. Орташа бойы. Мынандай да тема бар. Көрдің бе? Мектептегі сыныптағы бүкіл ойыншыларды, бүкіл оқушылардың
бәрінің бойларын өлшейді да, 1 метр 80, 1 метр 60, 1 метр 70 бәрін өлшеп алады да, нешеге бөледі? 8-ге бөледі. Неге 8-ге бөледі? Ұлдар өткен орташа ұпай 4-5 болу үшін ол неше пәннен бағасын 1 ұпайға көтеру керек деп отыр. Енді Нұргүл 16 пән оқиды екен. Көп, бұл аяқтала. 16 пән оқиды екен. 16 пәннің барлық бағаларын, мана сен сияқты ғой, математика, физика, қазақ тілі, шет тіл деген сияқты. Ол бірақ 16 пән оқиды. 16 пәннің бәрінің бағасын қосады да, 4-те бар деген сөз, 5-те бар деген сөз, 3-те бар сияқты па, өткен 4-25 шығып тұрған аранда, или жоқ па? Жоқ, өте айтамын. Может бар, кім біледі. Сол бәрін қосып, 16 бағаның бәрін қосып, нешеге бөлді? 16-ға бөлген кезде неше шықты? 425 шығып тұр. Яғни айтқанда, x бөлінген
16 тең болады 4,25. Енді біреулер ойлайды, x қайдан келді? X қайдан келді? X қайда оның ағай сен деп сұрау мүмкін. Ондайларға ответім x деп отқан типа барлық мына пәні бар ғой, 16 пәні. 16 пәннің бағаларын қосқанда шығатын сан. Окей, соны айтып отырмын. Сонда мен 4,25-ті көбейтіп жіберемін қайтадан 16-ға. Сонда 68 шығады. X тең болады 68-ге. А потом 4,5 болу керек екен бізге. 4,5 болу керек, да? Значит, былай ғой. Уже бізде 4,25 емес, 4,5 болу керек, да? Түсінесіз? Орташа ұпайы 4,25 емес, 4,5 болу керек. Онда біз тоже игілік бөлінген 16 тең болады 4,5 деп айтамыз, да? Сонда 4,5-ті көбейтіп жібереміз 16-ға, сонда 72 шығады. Игілік тең 72. Сонда қараңыз, да? Не түсінесіз бұл жерден? Бойға әңгіме. Нұргүл какой-то бір мұғалімдерге барып, апай мен бағамды көтеріп бересіз ба, апай мен бағамды көтеріп бересіз ба деп айту керек, та? Неше пәннен бағасын көтерсе, оның ұпайы 4,5 болады деп отыр, да? Типа енді орташасы 4,25 болып тұр ғой қазір. 4,5 болады деп тұр, да? Енді біреулер ойлайды осы сөйледі ғой. 4,25 үркен ба, әлде 4,5 үркен ба? Сұрақ. Әрине 4,5 үркен. 4,25 деген типа ол 4,2 деген сияқты, 4,2 деген сияқты. Ладно. Сонда неше пәннен көтеретін білу үшін 72-ден просто азайта салам 68-ді. 4 пәннен. 4 пәннен ұпайын бір-бірден көтерсе, онда оның бағасы көтеріліп 4,5 орташа ұпай шығарады екен. Бұны GPI деп атады негізі. Естеріңізде болсын, GPI деген бар, іздеп көріңіздер. Google арасып. Нормально. Кеттік 4. Бір топтағы 9 адамның орта жасы 25. Бір топтағы 9 адамның орта жасы 25. Екінші топ бар, тоже екінші группа. Екінші топтағы 11 адамның орта жасы 45 жас. Егер екі топтағы адамдарды қосса, олардың орта жасы неше нойы буынға бөледі, вообще келістірмапты. Орта жасы неше болады дейді. Көрдіңіз? Екі топтағы, екеуін қосу керек топтағы. Бірінші битик, 9 адам бар ғой, 9 адам бар. Оларда x бөлінген 9 тең 25 дейді. Айналып келіп қайтады x дей бердік қой. Тағы да айтамын, x деп отқан сол 9 адамның жастарының қосындысы. И оны 9-ға бөлгенде 25 шығып тұр. Сонда біз неше екен табу үшін 9-ды көбейтіп жібереміз 25-ге. Ол типа былай қарай көбейтіп жібереді, да? X тең болады сонда 225. Сонда 9 адамның жастарын қосса 225 шығады екен. Мына екінші топта 11 адам бар. Ол 11 адамды игілік бөлінген 11 тең 45 деймін. Ол жақта жастар өте аз, қариялар көп деген сияқты көрінеді. Игілік бөлінген игілік тең болады, сонда неше 11-ді көбейтіп жіберемін 45-ге. Онда бізде 495 шығады. Игілік тең 495 деген сан. Енді осылардың бәрін қосу керек. Ана екінші топ, мына екінші топ қосу керек. Сонда 495-ге қосып жіберемін 225-ті. Екеуінен менде 720 деген сан шығады. Енді осының орташасын табу керек болды. Өзің ойлашы. Қалай табады осы? 720 ол барлық екі топтағы адамдардың жастарының қосындысы. Соны нешеге бөлемін? 9-ға ма әлде 11-ге ма? Өзіңіз просто айтып көрші қайда. Дұрыс тапсаң молодец. Дұрыс таппай жатсаң, еш қиналатын ештеңесі жоқ. Сен нормально келе жатсың. Өткен сен әйтеуір бір ойланып жатсың. Так, нешеге бөлемін? Молодец. Сен оны 20-ға бөлесің. Не үшін 20-ға? Өйткені бірінші топта 9 адам, екінші топта 11 адам, екі топтың адамдарын қоссақ қанша адам? 20 адам. Сонда бөлеміз 20-ға, 720-ны бөліп жібереміз 20-ға, тең болады 36-ға. Сонда екі топтың орташа жасы 36 болады екен. Сәттір? Әдемі. Бір тамшы судың массасын білу үшін массасы 45 грамм бос ыдысқа 50 тамшы су тамызылып өлшенді. Сонда суы бар ыдыстың массасы 48-де 5 грамм болды. Бір тамшы судың орташа массасы неше грамм? Енді бұл есептің орташа қатысы жоқ, но сонда да шығарып көрейік. Так, бір тамшы судың массасы табу керек болады. Бізге 45 грамм бос ыдыс бар мындай. Мындай ыдыс бар. И ыдыстың өзінің массасы бар, ол 45 грамм. Таза массасы, типа дым жоқ ішінде. Потом осының ішіне 50 тамшы тамызады. N типа саны, количествосы, да?
50 тамшы су тамызады. Сөйтіп сонда су барлығы сумен қосқанда, мына ішінде короче тамшы бар. Ну это тамшының суретін салу үшін жасыл керек болады па? Так, тамшы бар, мына ішінде бүйтіп жатқан тамшы бар. 50 тамшы бар. Соның бәрін қосқанда, общий алғанда 48-де 5 болады екен. Енді бұл жерде 48-де 5 деген не? Ол су мен ыдыстың массасы. Біз давайте сол 48-де 5-тен 45-ті азайтып тастайық. 48-де 5-тен азайтып тастаймыз 45-ті. Сонда бізде 3,5 шығады. 3,5 деген не ол? Ол тек просто судың таза судың тамшысы, тек судың тамшысы. А біз қанша су тамызып едік? Тамшы, тамшы. Яғни 50. Сонда 3,5-ті бөліп жіберіп, просто 50-ге. Бұл жерде қорқыныш болмасын, кейбір адамдар қорқады, кішкентай санды үлкен санға бөле аламын ба? Жоқ, бөле бересің. Математика болды. 3,5-ті 50-ге бөліп жіберсек, 0,07 шығады екен. Сонда 0,07 бұл бір тамшы судың массасы. Әдемі да? Әдемі. Кеттік, келесі. 3 санның арифметикалық ортасы 3-те 2. Осы сандардың алғашқы екеуінің арифметикалық ортасы 2,85. Үшінші санды табыңдар. Папай, молодец. Күшті есеп. Мынау деген хитрый есеп. Прям хитрый есеп. Давайте шығарып көрейік. 3 санның арифметикалық ортасы. 3 сан бар сенде. Білмейсің, А деген сан бар, Б деген сан бар, С деген сан бар. Білмейсің сен оның қандай сан екенін. Басың жоқ оған жетпейді. Сөйтіп, үшеуін қосса дейді да, арифметикалық орта деген не ол? Қайталап сұрайыншы, арифметикалық орта деген не? Сен жауап берші. Арифметикалық орта деген не? Ол барлық берілген сандарды қосып, қанша сан бар, соған бөлу. Мысалы, қанша зат бар, соған бөлу. Сенде қанша сан бар? 3 сан бар. Бәрін қосасың, 3-ке бөлесің. Сонда А қосу, Б қосу. Так, бөлу 3 тең болады не затқа? 3,2-ге тең болады. Сонда А қосу, Б қосу, С тең болады. 3,2-ні көбейтіп жібереміз 3-ге, сонда 9,6 болады. 3-ті бұйға көбейтіп жібересіз да. 9,6. Сонда 3 санының қосындысы 9,6 екен. Енді айтады, осы сандардың алғашқы екеуінің арифметикалық ортасы. Алғашқы екеуінің арифметикалық ортасы деп отқан, типа алғашқы екеуін ал деп тұрды маған. Тек алғашқы екеуін ал. Алғашқы екеуі А мен Б ғой. А мен Б-ның қосындысы 2-ге бөлген кезде 2,85 шығып тұр екен. А қосу Б бөлінген 2 тең 2,85 шығып тұр екен. Сонда А қосу Б деп отқан қаншаға тең? Оны 2,85-ті 2-ге көбейту арқылы анықтаймыз. 5,7. Сонда А мен Б-ны қосса қанша шығады? 5,7 шығады. Ал А, Б, С-ны қосса қанша шығады? Ол 9,6 шығады. Сонда біз ойлаймыз да, қара, мына жердегі А, Б бар ғой, мына жердегі, міне көріп тұрмын, мына жердегі. Ол неге тең? Ол мынаған тең ғой, міне. Сонда 5,7 тең қосу 5,7 қосу С тең болады 9,6-ға. Сонда С-ны табу үшін 9,6-дан азайтып жібереміз 5,7-ні. 9,6 азайту 5,7-ге, сонда 3,9 деген жауап шығады. 3,9 деген жауап шығады. Үшінші сан бізде 3,9 екен. Мінекей. Жалпы бүгін осындай әңгіме, барлықтарыңызға, назарларыңызға үлкен рахмет, жас түлектер. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Тез айтып кетіп жатсам, паузаға қойып, былай қайтадан тыңдап алуға болады. Бұл видео саған арналған. Сенің игілігіңе, сенің 140 ұпай алуға деген мүмкіндігіңе арналған сабақ. Осы сабақты босқа өткізбе. Сені үшін жаздым, сен үшін дайындадым. Сенің бір көтеріліп, ұрса беретін мұғалімдер болады ғой. Қайта ұрса беретін адамдар болады ғой. Типа, не төмен алдым да, дейді адамдардан жоғары тұруың үшін жазған, дайындаған видеом әдемілеп қарап ал, әдемілеп сызып ал, және астынан тапсырмасы шығады. Сол тапсырманы бүк етіп ойырлап таста. Сұрақтарың болса, маған обратный связьға шық. Мен 24-те 7 өзімнің оқушыларыма жауап беремін. Түсінікті ғой? Әдемі. Кездескенше сау бол.